Саналы сатқын Дархан Бейсенбекұлы. Күйеуі орнынан көтеріліп, селсоқ қимылмен киімдерін шабаданға сала бастады. Жаным, тағы да ойланып көрші, мүмкін райыңнан қайтарсың, деді күйеуі әйеліне қиыла өтініп. Жоқ, все, мен оны ойланып, он толғанып осылай шештім. Егер сен мені шын сүйсең, қаласың. Ал егер сүймеген болсаң, пожалуйста, жолың ашық. Тәубеме келтірген Тәңірім үшін мен бәріне де дайынмын. Басыма салғанды көтеріп алдым. Қаламын дедім ба, қаламын. Әйелі сазарып алған, бетінде қан сөл жоқ. Салтанатжан, деді күйеуі қолына түскен киімдерін умаждаған күйі шабаданға салып жатып. Салтанатжан, сен өзің әулиелердің мекені, қасиетті Түркістанның қызы емессің бе? Әкең ауылдың имамы, молда. Қайын жұртыңның қай жақта екенін есің алып қайтесің? Жоқ, Салтанатжан, сен мені түсінші. Сен маған қарағанда жүрегіңе иман ұялатқан, Алланың нұры түскен өлкеден нәрәліп өстің ғой. Өздінің бола тұра қалайша өзгедінге өтіп кеттің. Қойшы, Мара, Шоқан Уәлиханов па, әлде Ыбырай Алтынсарин ба, есімде жоқ, әйтеуір солардың біреу айтқан екен. Маған қазақтың оқымаған сауатсыз құдайынан гөрі орыстың көз ашық құдай артық деп. Вот, міне нағыз данышпандық, деп әйелі сұқ саусағын көтерді. Ыбырай ондай сөз айтса, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп өлең жазбас еді ғой. Онда Шоқан Уәлиханов айтқан болар. Мен саған басында сказала, кімнің айтқан есімде жоқ деп. Дело не в том, что осындай сөздің айтылғанында. Кімнің аузымен болса да. Және де осы сөздің ақиқатында. Ей, қайдағы ақиқат? Ақиқатты өз діліңнен, ата-бабаң сыйынған сенімнен іздесеңші. Мара, ал егер сол ата-бабаларымның өзі адасқан болса ше? Әйелі бұрын соңды естімеген сайқал күлкімен табалағандай сықылықтап күлген. Амалы таусылған күйеуінің әйеліне қарағысы келген жоқ. Олар адасқан жоқ, адасқан мына сен. Олардың сенімін қорлама. Онда сен де менің сенімімді қорлама, деді әйелі, қырыл стаканның түбіндегі арақты қылғытып салып. Ольга Матвеевна да сені арақ ішу үйретті ме? Жетіскен екенсің, деді күйеуі, тәрелкеге жұқалай тілініп тасталған шошқа майының бір тілімін аузына сала берген жарына жирене қарап. Марик, мен сені әлі күнге дейін түсінбеймін. Талай күн үйге домаланып, ит болып жеткеніңде бір рет алдыңнан шығып неге ішіп келдің деп сұрадым ба? Құдайшылығыңды айтшы. Әйелі оң қолында тұрып қалған саланы асап жіберді. Құдай шыным, сен бір мәрте болса да олай сұраған емессің. Бірақ әңгіме бұл емес қой. Күйеуі қолына ілінген қызыл түсті жейдесін бетіне басқан бойы еңкілдеп жылап жіберді. Қайдан ғана өлгеніңше бағып қағам деп жалғыз басты кемпірге келісім бере қойып ем. Қайран, Қудняй, бір үйге бола басымдағы бақыттан айырылдым ау. Марик, Маратик, қойшы қатын құсап сыңсымашы. Егер қолыңды шекеңмен екі иығыңа тигізе салсаң, құда да тыныш, құдағи да тыныш, құдай да тыныш болмай ма? Қатыныңда, қойныңда, басыңда, баспанаңда болады. Көрінгеннің тауық күркесінде күніңді көре алмай күнелтіп жүргенше, осында өле қалғанның өзі бақыт емес пе? Әй, қалжыңдасатын құдай сенің құрдасың емес, абайлап сөйле, деді күйеуі. Қолымды шекеме тигізіп шоқынды бола алмайым. Марик сонша шошып не болды? Өзіңді де жетімдер үйінде жүргенде шіркеуге алып барған шығар. Қанша алып барса да мен өзімнің жалғыз ғана құдайыма жалбарынып, оның бізге жіберген соңғы пайғамбарына салауат айтқам сол шіркеудің ішінде тұрып. Пәлі, сенің бірталай діни сауатың бар екен ғой. Осы уақытқа дейін қалай байқамай келгем? Әйелі таңғалғандай сыңай танытты. Алдындағы арақ пен стаканнан өзгені ажырата алмайды деп ойласам, менің шалымда тәп-тәуір білімдар екен ғой деп, өтірік еркелегенсіп күйеуінің тізесіне отырды. Маратик, сен әбден ойланшы, сол дінде тұрған не бар дейсің? Баршамыздың сыйынатынымыз бір жаратушы ғой әйтеуір. Кстати, сен осы қазақтардың неге жаратушыны Алла Тағала деп атағанын білесің бе? Күйеуі үнсіз басын шайқаған. Ендеше мен саған айтып берейін. Алла бұл баршамызды жаратушы. Ал Тағала сөзі Құдайдың ұлы Исусқа қатысты айтылған. Оны крест ағашына тағалап тастаған жоқ па? Екі қолынан шегелеп. Алла Тағала емес, Исус Тағала шығар. Бәлкім, мүмкін тағаланған Исус. Кеше маған осылай түсіндіріп берді. Кім? Сол шіркеуде жүрген қазақтар. Шіркеуге барып жүрген қазақтар. О жерге сенен басқа да қазақ барады ма екен?
Бармағанда ше, кеше мен санап шыққанда ұзын саны 37 болды ғой деймін солардың. Менімен 38, ал сені қосса 39. Ол туралы ойламай-ақ қой. Ту, Мара, сен не, мені сүймейсің бе? Сүйіспеншілік сезімінің мұнда еш қатысы жоқ. Сен сияқты саналы сатқынға жар болғаныма өкінем. Қойшы, Мара, қайдағы жоқты айтпай. Әйелі біраз уақыт томсарып отырды. Кенет жымың ете қалды. Айтпақшы, сен осы киіз үйдің шаңырағын білесің бе? Егер де білсең, сол шаңыраққа қатысты не айта аласың? Тағы қандай жаңалық ойлап таптың? Оны да христиандарға телейін деп тұрсың ба? Кекетпеші мені, менің көзім енді ашылып келе жатыр. Бұйыртса сенің де сауатыңды ашып көкірек көзіңді оятам. Иисус бізге жәрдем берсін, әмин деп, әйелі үйдің қабырғасында ілулі тұрған Иса пайғамбардың суретіне қарап шоқынып қойды. Сосын кері бұрылды. Христиан дінін ең әуелі біздің ата-бабаларымыз қабылдаған. Тіпті Европаға да осы дінді таратқан біздер болғанбыз. Сондықтан біз өзімізді мұсылман санағанымызбен ішкі дүниемізде христиандыққа деген бір жақындық бар. Мысалы, киіз үйдегі шаңырақты алайықшы. Сол шаңырақтағы бір-біріне көлденең жатқан 4 таяқты көреміз. Ал бұл 4 таяқша түсіне білген адамға толып тұрған крестиктер ғой. Марик, өзің көзіңе елестетіп көрші. Қаншама крестиктер бар. 16 ғой деймін шамасы. Әлде 32 мет. Ұмыттым, кеше жақсылап түсіндіріп еді. Егер толық білгің келсе, шіркеуге апарайын. Құрш әрей, саған атанаң тәрбие бермеген екен, тәрбиесіз. Мен Деттонда өссем де, тастанды болсам да, өз дінімде өлемін. Қазақ боп туылдым, қазақ боп өлу міндет. Ту, Маратик, христиан дінін қабылдасаң орыс болып кетесің деп саған біреу айтты ма? Қазақ күйіңде қала бересің? Жоқ, қаның қазақ боп қалғанымен жаның қазақ бола алмайды. Өзгересің, сен оны түсінесің бе? Марик, қазақтығың шамалы ғой сенің де. Саған қарағанда тәуірлеу. Марик, қойшы болды. Қоятын түгі де жоқ. Басың аман болса бір үйге ие боларсың. Салтанат, сенен соңғы мәрте өтінем. Жүрші менімен, кетейікші қарғыс атқан бұл жерден. Ол әйелінің бөксесіне түскен мақпал қара шашын ақырын сипалады. Жаным, кетейікші, бәрі жақсы болады. Мен саған уәде берем. Өкімет өлтіре қоймас, қазір жастарды қолдап жатыр ғой. Марик, сен қырсықпашы. Шоқынды болам декен деп шошымашы. Сенің соңғы сөзің осы ма? Иә, Марик, ендеше сау бол. Тапқан құдайың жүрегіңе нұр сыйласын. Әйелінің сәл көтеріле бұртиып тұрған томпақ бетінен өпті. Көзінен ыршып түскен жасты көрсеткісі келмегендей, шабаданын қолын алып кері бұрылды. Көкейінде жалғыз ғана тілек. Жаратқан өзің жар бола көр. Дархан Бейсенбекұлы. Оқыған Сұңғат Ғазиз.